Сәлем достар, шоу-бизнес жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қазақстандық шоу-бизнес жұлдызы Жазира Байырбекова желіде қуанышты жаңалығымен жария етті. Өнер иесі 2025 жылы концерт беретінін хабарлады. Жазира Байырбекова тыңдармандарының толассыз сұрағаннан кейін Инстаграмдағы парақшасында шығармашылығындағы жаңалығын бөлісуді жөн көрген. Әнші концерттерінің сағынғаннан жанкүйерлерімен 2025 жылы қауышатынын хабарлады. Жұлдызы жұп келесі жылы тыңдармандары үшін бірнеше концерт ұйымдастыратынын жеткізді. Концерт қашан бересіздер деген сұрақтар өте көп екен. Алла қаласа 2025 жыл концерт жылы болады. Барлықтарыңызды күтеміз деп жазды Жазира Байырбекова. Бұған дейін Жазира Байырбекова желіде үндеу жасап, ішімдікті жаппай сатылымнан алып тастауды ұсынған болатын. Отандық танымал әнші Асан Пердешовтың отбасына қуанышты жағдай болды. Өнер иесінің 3-ші перзенті дүниеге келді. Қуанышы жаңалықты жұлдыздың әкенің өзі Инстаграмда парақшасына жария еткен. Өнер иесі ұлды болған келіншек екеуі баласына Бақыт деген есім берген. Сонымен қатар Асан Пердешов желіде видео жариялап, әйелімен ұлын перзентханадан қалай шығарып алғанын көрсетті. Аллаға шүкір, 3-ші ұлдың атын Бақыт деп қойдық. Бұның бәрі Алланың қалауы, елдің батасы, ата-анамыздың дұғасы деп білем. Сіздерге де отбасыларыңызға осындай бұйырсын деп жазды әнші. Жұлдыз Әбдікәрімова. Қазақстандық танымал актриса Жұлдыз Әбдікәрімова желіде көпшілікті қызықтырған сұраққа жауап беріп, Түркияға не үшін барғанын айтты. Өнер иесі Стамбулға денсаулық мәселесімен келгенін жасырмады. Жұлдыз Әбдікәрімова Инстаграмдағы парақшасын сұрақ жауап ашып, оқырмандарымен сырласты. Қайрат Нұртастың келіншегі Стамбулға қандай мақсатпен келген ашып айтты. Өнер иесі бүгінде танымал клиникалардың бірінде жоспарлы тексеріс өтіп жатқанын жеткізді. Көпшілік Стамбулға қандай мақсатпен келдіңіз? Іс сапар ма, әлде демалыс па деп сұрап жатқандар көп екен. Бәріне жауап болсын. Менде жоспарлы тексеріс. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде демейді ме? Мен тексерістің толық нұсқасын өткен жоқпын. Нақты бір сұрақпен келдім деп жазды актриса. Жазылып кетсін. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Ерке Есмахан желіде әсерлі жазба жариялап, оқырмандарына үндеу жасады. Өнер иесі елімізде болып жатқан соңғы жайттардан кейін Инстаграмдағы парақшасында оқырмандарына үндеу жасауды жөн көрген. Ерке Есмахан өзінің және өзгенің өмірін аялап, қатыгездікке жол бермеуге шақырды. Әлемді мейірім мен махаббат қана құтқарады. Барлық адам сүйікті жаратылыс. Өзінің де өзгенің де өмірін аялап, қатыгездікке жол бермейді. Күңіренген күзден басқа жағымды жаңалықтармен бөлісе отырыңыздаршы деп жазды әнші.